Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен дара және күрделі етістік тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі видеода 31-35 жаттығуларды қарастыратын боламыз. Бұл бізде 111 сабақ қазақ тілі пәні 2 сынып. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалаңдар. 31 жаттығу тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді оқы. Енді бұл жерде мәтін берілген екен, қазір соны оқимыз, сосын осының тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа дейді. Яғни қараңдар, торғай мен бұтақ, яғни торғай туралы болуы мүмкін, немесе бұтақ болуы мүмкін, немесе бұл бір мысал болуы мүмкін. Мысал әңгіме деген не екен, мен сендерге өткен видеоларда түсіндірген болатынмын. Ендеше кеттік. Бір топ торғай ұшып келіп ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Бұтақ нешеу, торғай нешеу? Ал ойланып көріңдер. Бір топ торғай ұшып келіп ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Бұтақ нешеу, торғай нешеу? Ойланыңдар. Мына жерде тапсырмасы бар екен. Мәтіндегі сұрақтарға жауап бер. Бұтақ нешеу, торғай нешеу? Міне, бұтақ үшеу балалар, торғай төртеу. Енді өздерің ары-қаратай ойланып көріңдер. Неше бір торғайдан қонған кезде, ол жерде бір торғайдан қонған кезде бір бұтақ жетпей қалған болатын, иә? Яғни ол жерде 4 торғай бар деген сөз. Ал енді бір бұтаққа екі торғайдан отырып еді, бір бұтақ артық қалып қалды. Значит, ол жерде бұтақ үшеу деген сөз. Көрдіңдер ме? Яғни бұтақ үшеу, торғай төртеу екен. Жақсы, енді мәтіндегі етістіктерді тап дейді. Бірінші қараймыз. Бір топ торғай ұшып келіп, мына жерде күрделі етістік тұр. Ұшып келіп, екі сөзден тұратын күрделі етістік тұр. Ағаштың басына қонды, не істеді? Қонды. Бұл жерде жай етістік, дара етістік тұр, иә? Ары қарай, бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, не істеп еді? Не істеді? Қонып еді, яғни күрделі етістік тұр. Ары қарай, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Не істеді? Жетпей қалды. Бұл да күрделі етістік. Ары қаратай, сонан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, тағы да күрделі етістік. Міне, не істеді? Бір бұтақ артық қалды. Қалды, не істеді? Қалды, дара етістік. Міне етістіктерді таптық. Бұл жаттығу осымен аяқталды. Келесі жаттығуға көшеміз. 32-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті зат есімдерді қойып, оқы. Жаттығудағы етістіктерді күрделі етістіктерге айналдырып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Міне қараңдар. Жаңбыр құйды. Зат есімді қосуымыз керек болған біз. Етістіктің алдына зат есімін қосуымыз керек. Жаңбыр құйды. Егер оны күрделі етістікке айналдыратын болса, құйып тұр. Жаңбыр құйып тұр болады, иә? Мысалы, біз кейде далада жаңбыр жауып тұрса, тойна жаңбыр құйды ғой деп айтамыз. Немесе, далада жаңбыр құйып тұр екен деп айтамыз, иә? Міне көрдіңдер ме? Күрделі етістік пен дара етістіктің айырмашылығы осы. Ары қаратай, көмектесті. Асқар көмектесті. Мысал, Асқар анасына көмектесті деп жазсақ болады. Асқар көмектесті. Мен тек қана зат есімді қостым. Сендер қасына басқа сөз табын қосуларыңа болады. Мысалы, Асқар анасына көмектесті. Анасына деген сөзді қоссаңдар болады. Немесе атасына деген сөзді қоссаңдар болады. Асқар көмектесті. Яғни, мысалы, Асқар анасына көмектесті. Немесе Асқар анасына көмектесіп жатыр анасына. Көрдіңдер ме? Күрделі етістікке айналдырып жібердік. Көмектесті деген сөзді біз күрделі етістікке айналдырып жібердік. Анам екті. Мысалы, анам гүл екті. Анам қызанақ екті. Анам қауын екті. Кез келген сөзді арасына қосып жазсаңдар болады. Қараңдар. Анам екті. Егіп жатыр. Иә? Күрделісі егіп жатыр болады. Күрделі етістікке айналдыратын болсақ, егіп жатыр болады. Ұстады. Бала ұстады. Бала ойыншық ұстады. Бала қамшыны ұстады. Бала
көбелек ұстады. Көрдіңдер ма? Міне арасына кез келген сөзді қоссаңдар болады, бірақ бұл жердегі дара етістік ұстады, оны егерде күрделі етістікке айналдыратын болсақ, ұстап тұр. Бала көбелек ұстап тұр, бала қамшыны ұстап тұр. Көрдіңдер ма? Күрделі етістігі осылай болады екен. Жақсы, келесі жұмбақты оқып шешуін тап. Көп ине, көп ине, бір сабағы жоқ ине, іс тікпейді әрине. Көп инесі бар нәрсе не ол? Әрине бұл кірпі. Кірпі. Кірпінің үстінде себебі инесі көп екен. Кірпі деген орманда өмір сүретін кішкентай ғана жануар екен. Енді қараңдар. Енді жұмбақтың шешуіндегі сөзге өзің жұмбақ құрастырып көр. Енді өздерің ойдан жай ғана мейлі мүмкін мынандай өлең сияқты, тақпақ сияқты ұйқаспаса да, өздерің бір жұмбақтап кірпіні жасырып көріңдер, жұмбақ қылып айтып көріңдер. Мен мысалы мынандай жұмбақ жасадым. Денесінде инесі бар, тұмсығында түймесі бар. Тұмсығында түймесі бар деген, тұмсығы қап-қара болады, кішкентай қара түйме тұрған сияқты тұмсығы, көздерін мөлдіреп тұрады, түріне қарасаң тышқан сияқты, түлкі кірпінің түрі. Міне денесінде инесі бар, тұмсығында түймесі бар деп жаздым мен. Бұл мен құрастырған жұмбақ болып есептеледі. Жақсы, өздерің сендер жай ғана сөзбен құрастырсаңдар болады жұмбақты. Әйтеуір сендерге басты тапсырма кірпіні жасыру керек. Кірпіні бір сөздермен жасыру керек. Жұмбақ қылып жасыру айту керек. Жақсы, келесі 34-ші жаттығу. Берілген етістіктерді үлгі бойынша жазып, олардың антоним екенін дәлелде. Ал енді антоним деген сөзді еске түсіреміз. Антоним сөздер деген ол бір-біріне қарама-қарсы мағынада айтылатын сөздер. Мысалы, жақсы, жаман, ұзын, қысқа, биік, аласа, қараңғы, жарық, тағы не, ыстық, суық, бір-біріне өте қарама-қарсы сөздердің барлығын антоним сөздер деп айтамыз. Енді қараңдар, мына жерде бірнеше етістіктер берілген, сол етістіктер бір-біріне антоним ретінде тауып жазуымыз керек. Қараңдар, жапты, ашты, міне байлады, шешті дегенді жазбадым, себебі ол үлгіде жазылып тұр. Ары қарай жапты, ашты, мысалы есікті жапты, есікті ашты, немесе терезені жапты, терезені ашты. Ары қарай үзді, жалғады, мысалы үзілді, мысалы мына жерде сым үзіліп қалды, оны келіп жаңағы сым жөнтеуші монтер ағай келіп оны жалғады. Яғни үзді, жел үзді, монтер ағай жалғады. Бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Шашты, жинады, бала ойыншықты шашты, бала ойыншықты жинады. Көрдіңдер ме? Шашу, жинау деген бір-біріне қарама-қарсы сөздер екен. Жақсы, бұл жаттығу осылай орындалады. Келесі жаттығуға көшейік. Енді бұл соңғы жаттығу балалар, бүгінгі видеодағы. Қараңдар, бұл жерде сөз жұмбақ шешу керекпіз. Сөз жұмбақ дегеніміз не? Сөз жұмбақ дегеніміз сұрақтар беріледі. Сол сұрақтардың жауабы қанша сөзден тұратыны жаңағы тор көзгерге жасырынып тұрады. Яғни, мысалы, егер жауабындағы сөз 5 әріптен тұратын сөз болса, 5 тор көзден жасырынып тұрады. Яғни, кеттік. Бірінші, таудан ағып жатқан табиғи су қалай аталады, балалар? Таудан ағып жатқан табиғи су. Ол өзен емес, Себебі бұл жерде өзен деп жазайық десек, 5 әріп. Таудан ағып жатқан табиғи су, балалар, бұлақ деп аталады. Бұлақ, мысалы айтады ғой, бұлақ көрсең көзін аш. Бұлақ деген қайдан басталады десе, бұлақ деген ана таудың басынан бастау алады деп айтады, Яғни бұлақ, көрдіңдер ме, таудан ағып жататын табиғи су айтады екен. Жақсы, ары қарай. Қарға тұқымдас ала қанатты құс. Бұны бәріміз білетін шығармыз. Өзі қарға сияқты, бірақ ала қанатты құс. Бұл сауысқан, дұрыс, сауысқан. Келесі бір сан. 4 деген сан. Жақсы, мен 4 деген сан жаздым. Мысалы, басқа сандарды жазып көрсек болатын еді, Жақсы, келесі аң патшасы. Оны бәріміз білеміз. Арыстан. Келесі уақытты білдіретін зат. Оны да бәріміз білеміз. Ол сағат. Енді бізде мына жерде белгіленіп тұрған, кішкене түсі көк түспен белгіленіп тұрған жерден бізде барыс деген сөз шықты, Енді қараңдар, шешуіндегі аң туралы білетініңді айт. Барыс деген қандай аң? Барыс деген.
Міне қараңдар балалар, барыс деген жол барыс деген болады. Ол жаңағына Африкада, Индияда өмір сүретін, джунгли ормандарында өмір сүретін ала сары ала болады, иә, жол барыс деп айтамыз оны. Оны орысша тигр деп айтады. Ал барыс деп бізде қазақшада барыс, қар барысы, ілбіс деп мынандай барысты айтады. Міне бұл суреттегі барыс қар барысы. Барыс кәдімгі біздің көптеген жаңағы олимпиадаларда болсын, біздің Қазақстанның символы болып, жаңағы жүйріктіктің, сондай бір мықтылықтың символы болып кеткен бұл барыс екен, қар барыс екен. Енді қараңдар, барыс туралы мына жерге мен сендерге біраз мәлімет жаздым, соны оқиық. Барыс биік тауда мекендейтін ерекше сымбатты жыртқыш аң. Ол өте айлакер, күшті әрі шапшаң. Жемін биік тасты жерден, кейде құз арасынан аңдып отырып, 15 метрге дейінгі биіктіктен секіріп, аса ептілікпен ұстай алады. Көрдіңдер ме қандай балалар? Өте епті аң екен. Ұсақ жануарлар мен құстардан басқа кейде арқар, таутекелерге де шабуыл жасауы мүмкін. Қараңдар, арқар, таутеке деген қандай үлкен жануарлар, ал барыс кішкентай мысық сияқты болса да, ол соған мысық тұқымдас бұл. Соған шабуыл жасай алады екен. Барыстың дене тұрқы 120-150 сантиметрге дейін, құйрығының ұзындығы 90 сантиметрге дейін жетеді. Салмағы 23 килограммнан 43 килограммға дейін тартады. Бір қызығы, сондай ірі тұлғалы жыртқыш адамға шабуыл жасамайды. Көрдіңдер ме? Бұл барыстар адамға шабуылдамайды екен. Мысықша мияулап, қатты үн шығара құлақтарын жымқыра ырылдағаны болмаса, залалы жоқ. Таудағы барыстың тұрақты жартағы болмайды. Тек күшіктеген уақытта ғана тау үңгірлерін уақытша мекендейтін көрінеді. Барыс 3-4 жасынан бастап көбейе бастайды. Күшіктерінің саны 1-ден 5-ке дейін жетеді. Барыстың саны күрт азайып кетуі себепті қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына тіркелген. Міне, барыс туралы мен сендерге біраз ақпарат бердім деп ойлаймын. Бұл өте балаларынандай өзін мазалағанды ұнатпайтын, көбінесе тау барысын, қар барысын балалар біз барып бірден таудан аңдып жүріп көре алмайды екен адамдар. Оған арнайы жасырын түрінде камералар қойып, сондай камераларға түсіріп алады екен. Ол өте құпия өмір сүретін аң екен. Бұл жаңағы айтып тұр ғой, жойылу қаупі бар сондай аң болғандықтан бұны аулауға, бұның мазасын алуға тыйым салынған екен. Оның көбеюі, өсуі үшін арнайы қорықтар белгіленіп, осы қар барысы өмір сүретін жерлерді қорық қылып алып, мемлекет өз қарамағына алып, сол жерлерді аңшыларды жібермейді екен ол жерге. Яғни қар барысының кішкене көбеюіне мүмкіндік туғызып жатыр екен. Міне балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Каналыма лайк басып, қоңыраушаны басып, тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.